Сәлем балалар, хал жағдайларың қалай? Бүгін бізде әліпби 1-ші сынып 20-ші сабақ. У дыбысы мен әрпі тақырыбымыз. Балалар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балалар, бірінші тапсырмамыз суретте не көрсетілген? Суретте бала ұлудың суретін салып жатыр, қасына бұзау мен тауық келіп тұр. Яғни бірінші сөзде ұлу, о әрпін қоямыз. Мен әдейі сіздерге қызылмен бояп салдым, қызыл әріпті. Яғни қызыл әріп бұл дауысты деген сөз. Бұзау, бұл жерде Б-О-З, яғни бұзау. Балалар, бұзау дегенде екі буын, олу дегенде де екі буын. Енді үшінші сөз тауық. Т әрпін қойдым және Ы-Қ әріптерін қойдым. Тауық деген сөзде де екі буын, тауық. Төртінші сөз суретші. С әрпін және Е-Т-Ш-І әріптерін қойдым. Суретші, үш буын. Енді балалар, мына сөздерді оқимыз. Арала, аула, лаура, алаула, алау, лаула, алаула, алау, алаула. Бұл жаңылтпашы, балалар. Арала, аула, лаура, лаула, алау, лаула, алаула, алау, алаула деген. Осыны өздеріңіз қайталап, тілдеріңізді келістіресіздер, балалар. Осылай тілдеріңізді жаттықтыру арқылы осындай сөздерді көбірек оқимыз. Енді мына А, Р, Л, О әріптерін қою арқылы осындай сөздер шығарамыз. А деген қызыл бояумен боялыпты, яғни дауысты, ал Р, Л, У дауыссыз. Ең бірінші сөзге ара, сіздерге жазып қойдым, балалар. Ар, ару, ауа, ал, алу, ала, ру, алау. Яғни бірінші сөздердегі қызыл әріппен берілген бұл қызыл түспен боялған дауыстылар, одан кейінгі көкпен боялған ол дауыссыз әріптер. Осылайша өздеріңіз үйден де жаттығып, әр түрлі сөздерді жаза аласыздар, балалар. Л деген әріп, У деген әріп. Яғни қай жерлерде келіп тұр? Алу, ру, алау деген үш сөзде келіп тұр, Балалар, ендігі тапсырма дәптерлеріңізге әдемі етіп арала, аула, лаура деп жазамыз, балалар. Арала дегенде үш буын, аула дегенде екі буын, лаура дегенде екі буын. Осылай әдемі етіп жазу арқылы буынға бөліп, сонымен қатар ол сөздердің қайсысына У әрпі кездескен, соны қараймыз мұқият, балалар. Бұл жерде аула деген сөзде У дыбысы бар, сөздің ортасында келіп тұр. Лаура дегенде де О дыбысы бар, яғни сөздің ортасында келіп тұр. Яғни балалар, сонымен қайталап жіберейік. У дыбысы қандай дыбыс? У дыбысы бірде дауысты, бірде дауыссыз болып келеді. Мысалы, ту деген сөзде ол дауысты болып тұр, өйткені алдыңғы әріп дауыссыз болғандықтан ол дауысты болып келеді. Ал ауа деген сөзде ол дауыссыз болып тұр, себебі алдыңғы әріп дауысты дыбыстан келгесін, ол дауыссыз болып саналады, дауыссыз болып келеді. Балалар, яғни У дыбысын осылай әрпін жазу арқылы біздер оның қандай екенін білдік. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.